Сәлем достар, бүгін сүзбеден өте дәмді әрі жұмсақ вафли пісіреміз. Таңғы асқа немесе балаларға пайдалы тіске басар. Ыдысқа жұмыртқа мен тұзды салып араластырамыз. Содан кейін қант пен ерітілген сары майды, ірімшікті қосамыз да блендермен немесе шанышқымен жақсылап араластырамыз. Енді ұн мен қопсытқышты біріктіріп, қамырға бөліп салып, біртекті қамыр илейміз. Қамыр сұйық емес, сәл қоюлау болуы керек. Вафли пісіргішті майлап, дайын қамырды аздап саламыз, шамамен 1,5 ас қасықтан. Алтын түске енгенше пісіреміз, шамамен 3-5 минут. Енді вафлидің сыртын шоколадты кондитерлік қапшыққа салып, ыстық суға салып ерітіп аламыз. Жемістерді вафлидің үстіне салып, ерітілген шоколадпен әсемдейміз. Міне нәзік, иісі керемет сүзбелі вафли дайын, ішінен жұмсақ, сырты қытырлақ, дәл осылай болуы керек. Рецепт ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сіздермен болған Ақгүл, келесі видеода кездескенше.